Мен үшін қорқынышыммен күресу күнделік нәрсеге айналып кетті. Басында 3 жыл бұрын Дубайда парашютпен секіру болған. Білесіздер ме, парашютпен секіру қорқынышты жеңуге арналған ең қызық тәсіл. Маған бұл оқиғаны тұрып айту керек сияқты. Сонымен біз достарымызбен жиналамыз. Ой, мен бір нәрсені түсіріп алған секілдімін. Иә, достарымызбен ішу үшін жиналамыз. Арасындағы біреуіне бір ой келеді. Ей, ертең парашютпен секіріп көрейік. Сен, иә, секірейік. Сосын бәрі, иә, жақсы ой, секірейік дейді. Кейін үйіңе қайтқаннан соң ойланып отырасың. Жоқ, енді олар да мас болды ғой. Мүмкін олар тағы бір ойланып бас тартар. Бізге бұл керек емес деп ойлаймын. Содан кейін сен төсегіңде жатқанда қорқынышыңнан шошып оянасың. Сені ертең тікұшақтан секіремін деген ой барған сайын қорқытады. Бұл ой қайдан ғана келгенін түсінбейсің. Осылайша сен түнді ұйқысыз өткізесің. Жай ғана достарың өзіне көп алған деп ойлайсың. Алайда, келесі күні керіскен жерге келген кезде барлық достарың сонда екенін көресің. Қап, жарайды, бәрі жақсы. Жақсы. Сосын сен көлікке отырасың. Достарың да сен секілді түні бойы көзінмен шыққанын түсінесің. Олар сонда да мойындамайды. Иә, менің ағам марпех болған. Бұл күшті болатынына сенемін. Тағатсызданып тұрмын. Ал сен болсаң, о құдайым, сенің ішің бүріп ауыра бастайды. Тамақ іше алмайсың. Сондай-ақ өзің тікұшаққа секірмей қалған жалғыз адам болғың келмейді. Сондықтан барасың. Сені қауіпсіздік ережелерімен таныстырады. Сен осылай тып-тыныш қана тұрасың. Ал олар саған былай дейді. Егер парашюттарың ашылмай қалса, тоқта, немене? Бұл не дегенің? Парашют ашылмай қалса? Бұл әзіл ме? Бұл сенің бірінші секіруің болғандықтан артыңа адам қосып қояды. Сенің артыңнан еріп сені итеру үшін. Сонымен сен барасың, жаңағы самолетті көресің. Бірақ сонда да ешкім тоқтағысы келмейді. Сен самолетқа мінесің, өзіңді жайсыз сезінесің. Танымайтын бір жігіттің тізесіне отырасың. Және тізесінде отырып әңгімеге тартқың келеді. Иә, бро, жиі осылай адамдармен секіріп тұрасыздар ма? Сен қорқынышыңды басқың келіп сұрайсың. Сенің балаларың бар ма? Қайтып баруың керек адамдар бар ма? Жай ғана бәрі дұрыс екеніне көз жеткізгің келеді. Сонымен тікұшақтың ішінде жоғары көтеріліп жатыр. Сендер 4 километр биіктікке жеттіңдер. Жан-жағыңа қарап сасқалақтайсың. Сонымен лампаларды байқайсың. Қызыл, содан кейін сары және жасыл. Қазір қызыл жанып тұр. Бәрібір ертеліге жасыл жанатын түсінесің. Бірақ сол сәтте не боларын ойыңа да кірмейді. Сары лампа жанды. Ақырында кезек жасылға келді және бір есікті ашып қалды. Сосын сен есік ашық тікұшақпен бұрын ұшпағаныңды түсінесің. Кешірім сұраймын. Бұл жай ғана ессіздік. Есікке жақындағанда бірінші болмау үшін ең артында отырып алғаның дұрыс болар деп ойлайсың. Осыдан кейін адамдар тікұшақтан секіре бастайды. Есік алдына келгенде әлгі адам сені аяқтарыңның ең шетіне жеткенше итереді. Төмен қарап бастағаныңда өлімнің көзіңе тік қарағанын түсінесің. Жаңағы адам 3-ке дейін санап бастайды. 1, 2, 2 деген кезде сен итеріп жібереді. Өйткені 3 дегенде адамдар есікті ұстап алады. Ал сен бұлай төменге қарай құлайсың. Кейін 1 секунд өткеннен соң, өміріңде бұрын болмаған ең керемет сәт екенін түсінесің. Өз өміріңдегі ең сирек кездесетін сезімдер. Сен ұшасың. Сен құлап бара жатқаныңды сезбейсің. Шынында сен желдің үстінде ұшып тұрған секілдісің. Кейінірек төмен түсе бастағанда қорқынышың мүлде жоқ болып кетеді. Нағыз қауіпті уақытта сенің қорқынышың мүлде жоқ екенін түсінесің. Бұл рахат. Шынында рахат. Өйткені бұл өміріңде аз кездесетін шақтардың бірі. Сен құстай ұшасың. Кейін 20 секунд өтеді, 25 секунд, 40 секунд. Сен ұшып бара жатып ойлайсың. Мынау азында көрген ғимарат емес пе? О, теңіз. Осылай айтуға да уақыт жетеді. Осының бәрінен соң,
Алдыңғы түні неге соншама қорықтың деп өзімнен өзім сұрадым. Неге соншама қорқу керек болды? Саған ешкім қауіп төндірмеді. Неліктен 16 сағат бұрын сонша қорықтың? Көлікте неге қорықтың? Таңғы астан неге ләззат алмадың? Мына түсініксіз қорқыныштың бәрі не үшін керек болды? Сен содан сонша қорықтың. Тік жаққа дейінгі жолда секірем дегенше сіздерде қорқуға еш себеп жоқ. Бұл қорқыныш тек сіздің күніңізді құртты. Сені ешкім секір деп қинамады. Бірақ нағыз қауіпті кезде керісінше сен керемет рахатқа сезінесің. Құдай керемет сәттерді қорқыныштың ар жағына жасырып қойған. Нағыз үлкен қорқыныштың артында өміріңнің ең керемет сәттері бар. Рахмет. So that was my experience with